Саламатсыздарма, құрметті әріптестер. Мүмкін кейбіреулеріңізбен сырттай таныста шығармыз. Мен Түркістан облысы Шардара қаласы нөмір 1 Мұхтар Әуезов атындағы жалпы орта мектебінің өзін-өзі тану пән мұғалімі Соппекова Алия Сапарқызы. Ісім онсын десеңіз, сол істің маманы болыңыз. Даңқым шықсын десеңіз, көпшіліктің адамы болыңыз. Менің кәсіби маман ретінде өз шығармашылық жолында атқарған жұмыстармен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Алға қойған мақсаттармен бөлісе отырып, оқушылармен жылы қарым-қатынас орнату мақсатында сіздерге өзім жайлы осы бейнероликті ұсынуды жөн санадым. Әр іске жауапкершілікпен қарау бұл менің басты қасиетім. Табандылық пен төзімділік менің сенімді серіктерім. Өсе келе армандарымда ұлғайды. Елбасымыз айтқандай, туған халқына қызмет етуге асыққан қандай бақыт болуы мүмкін? Ең бастысы, адам еңбекке қабілетті, зейінді болуы қажет. Және оның мамандығы, өзі өскен ортаға маңыздылығы бағалы үлес қосатындай болуы шарт. Көптеген байқауларға өз қалауыммен барып қатысып, жүлделі орындарды бағындыру үшін шындалып еңбек етуді үйрендім. Мен де адамын, жаралған сүйек еттен, арым бар, намысым бар, жан тербеткен, қазақтың қарапайым бір қызымын, жанымды арым үшін құрбан еткен. 12 жастағы оқушым зерделік ғылыми жұмыстан ойланбастан бас жүлдеге ие болды. Мерейімді асырған бір шама биік дәрежемді бағындыруыма демеу болған үшін мектептің әріптестерімнің, оқушылардың алдында мұғалімділік парызымды адал атқаруға басты борышым деп білемін. Алдағы уақыттарда біз туған жерімізді көркейтуге, талантты оқушыларды шығармашылық жұмыстарға ынталандыру, эмоциялық әлемін байыту, отбасылық құндылықтарды нығайтуға көмектесу, адамгершілік пен мейірімділік қасиеттерін дамыту, қоғамның өмір сүру салтына жаңаша көзқараспен қарау арқылы біз өз әлемімізді өзгерте аламыз. Ертеңгі ұрпаққа ісіміз бен ізімізді қалдыру бүгінгі күннен бастау алады. Кемел болашақ жастардың